Ya. Жеңіс олар қозғалмады. Жолдан өтіп бара жатқан адам кеш жолындағы қалдықтар алып, патшалық құдайлық аңға ауыр шабуыл жасады. Эрбав күн құдайы ақыры тұзаққа түсті. Зез Ван Миндинби ишнекет тоңып, түнде жаңартылды хайву адамзат нәсілі. Бұл жұмбақ жерді мұқият зерттеуге дайындалды. Көзге көрінетін жерге дейін созылған Лего патшалығы бірде-бір толқынсыз адамдардың артынан тамақ жіберуіне мәжбүр болған. Луфи мен оның командасы бірнеше қадамнан артық жасамаған кезде алып аңға мінген адам кенеттен пайда болды. Фан Минминг алып топтық киім киген, бірақ оның денесінің өлшемі қарапайым адамның денесімен бірдей еді. Ол алға ұшып, ел туралы сұрады. Аң рыцары алдымен найзағай кунг-фуын өткізгенін айтты. Ол қарапайым таныстырылым жасады. Ол мұндағы Чен отбасының директоры болды. Ол үлкен мысық пен қазына үйіндегі тікенекке қамқорлық жасауға жауапты болды және үлкен түкірік. Луфи бірдеңе айтқысы келді, бірақ оның аузын Вусу жауып тастады. Айдаһар мен Тау да кінәлі кейіп танытты. Шөпті мысықтар тобы үш алып жануарды кітапқа айналдырған болатын. Бақытсыз алып құсық Луфидің асқазанына кіріп кеткен еді. Қаһарлы рыцарь мұны білмеді. Тек топқа ғибадатхананың арғы жағына бармауды ескертті. Себебі күн құдайы сол жерде демалады. Оны бір топ қатыгез көмекшілер күзетіп тұрды. Ғибадатханаға жақындаған ешкім тірі оралмаған. Қауіп туралы айтылғанды естіген Луфи бірден түсініп, күн құдайының ғибадатханасына қарай жүгірді. Серіктері оны тоқтата алмады. Айдаһар да сол жерде күшті тұлғалар жасырынып жатқанын біліп келді. Олардың барлығы қаланың шетіне қарай жүгірді. Келесі секундта Луфи кенеттен айнаға соғылды. Айнаның беті кеңейіп, аспан құлайын деп тұрғандай болды. Шын мәнінде бұл тек Луфи ауаны бұрмалап жатты. Бұл соқтығысу патшалық туралы шындықты. Мысалы, оның алдындағы көңілсіздікті ашты. Беті аяқталмаған ойыншық модельдермен жабылған алып, робот алыпқа тиесілі екені анық. Олар жаңа ғана саяхаттап жүрген қала сахналанған ойыншық оқиғасы болды. Ешкім әрекет ете алмай тұрып, Чоппердің көмек сұраған айқайлары бөлменің бұрышынан естілді. Кусанаги экипажының төтенше жағдайларға арналған азық-түліктер ішінде құлыптаулы тұрды. Жаңа ғана қашып шыққан Чоппер бірден Намидің құшағына секіріп түсіп қашып кетті. Басқалары айналадағы заттарды тінтіп шықты. Луфи мен басқалар келесі қадамдарын талқылап жатқанда, ондаған метрлік алып тіл кенеттен пайда болды. Жақтары кең ашылып, оларға шабуыл жасауға дайын тұрды. Содан кейін жан-жақтан көптеген алып жануарлар пайда болды. Кусанаги экипажы қоршалғандай көрінді. Сонымен қатар діни киім киген, толық бетті күнмен ұстаған алып бөлмеге біртіндеп жақындады. Есік ашылған сәтте алдындағы көріністен таң қалып, ол есеңгіреп қалды. Оның беті мүлдем шашыраңқы, жалынның хаотикалық көрінісі еді. Айналаның бәрі жалындаған тозақ еді. Луфи айдаһардың бір қылыш стилінде ұшу шеберлігін көрсетті. Оның шайтанның жел мүйізі алып, егеу құйрықты жыртып тастады. Ника типті Луфиге айналып, ол қатты қиратып, тоқтаусыз соққысымен әлемдік жыланды оңай жеңді. Шигеру экипажының үш негізгі мүшесі барлық құбыжықтарды тез жеңді. Күн құдайы кенеттен пайда болған кезде, Луфи оған тікелей қарсы тұруды таңдамады. Оның орнына ол және оның командасы әлемдік жыланға қарай жүгірді. Олар алысқа бармаған кезде жаңа ғана сабақ берген алып мысық олардың жолын жауып тастады. Алайда мысық әлі де сенбеді. Сондықтан Шигеру экипажы тағы біреуін жасауға мәжбүр болды. Бұл жолы ол толығымен басылды. Мойынсұнғыш болып, ол Луфи мен оның командасының рухына айналды. Киімін сатып жіберген мысық бар жылдамдығымен жүгірді. Күн құдайы ғибадатханасының қирағанын көріп, қатты шайқас сөзсіз болатынын білді.